көріп тұрмыз? Түлкі қандай аң? Алла кер аңды жарайды. Неше түлкі жүр? 2. Қане бәріміз құланы жүйікші. Келесі қандай аңымыз? Қоян. Қоянның неше құлағы бар? 2. Жылынан неше еді? Қане бәріміз қоян сияқты отырған секілдікші. Жарайсыңдар. Керемет. Қане бәріміз от шашу арқылы отыра қойыңдар. Бүгінгі сабағымыз қандай тақырыпта болмақ деп ойлайсыздар? Және біз неше аң көрдік? Қоян неше аң болды? 2. Ал күлкі неше болды? 3. Түлкі неше? Қоян неше құлағы бар? 2. Яғни бүгінгі сабағымыз тақырыбы қандай болмақ дейсіздер? Қанша аң және заты санын білдіретін сөздер. Яғни бүгінгі сөйлемде заттың санын анықтауды үйренеміз. Келесі біздің тапсырмамыз мәтінмен жұмыс. Алдарында сендерге барлықтарда бірдей тапсырма келген. Қанша аң мәтіні. Қазір ең бірінші сендердің алғашқы қадамдарын мәтінді түсініп оқисыңдар. Одан кейін бір-бірлеріне жұптасып сұрақ қоясыңдар, жауап бересіңдер. Сонымен қатар мәтіннің ішінен аңдарды тауып қоршап шығасыңдар. Мәтінді оқып қойыңдар. Қанша аң? Ормандағы аңдар жүгіруден жарыс өткізді. Жарысқа қатысқандардың екеуінен басқасы түлкі, екеуінен басқасы кірпі, екеуінен басқасы қоян. Жарысқа қанша аң қатысты? Жарысқа 3 аң қатысты. Кірпі, қоян, түлкі. Өте жақсы балалар. Қане? Осы балалар. Келесі екінші тапсырмамыз мәтіннен аңдарды тауып қоршаңыз. Жаттығуда бар бізге жаңылпаш берді. Қане мұқият қыздар, жаңылпашты жаттап алайық. Жаңылпашты тыңдап, жатқа жаз. 3 қос жақсы ма, 3 қос жақсы ма? Қане бәріміз білейікші? 3 қос жақсы ма, 3 қос жақсы ма? Қане маған кім жаттайды? Мен. Ал қалай? 3 қос жақсы ма, 3 қос жақсы ма? Қане балалар, қосып алды. 3 қос жақсы ма, 3 қос жақсы ма? Жақсы, керемет. Балалар, неше құстар екен бұл жаңылпашта? 3. Яғни заттың санын білдіретін не үшін керек бізге? Не үшін керек бізге заттың санын білдіретін сөздер? Не үшін керек? Заттың санын білесің. Ералы, не үшін керек екен? Заттың санын білесің. Жарайды, заттың санын білу үшін керек екен. Өте тамаша. Балалар, бағанадан бері біз жақсы жұмыс жасаватырмыз. Қане енді осы алған білімдерімізді топтық жұмыс жасап жүрейік. Ол үшін біз топқа бөлейік. Қане, арттағы 6 оқушымыз 1-ші топ, алдағы Амина, Балаби, 2-ші қатардағы 4 оқушымыз 2-ші топ, соңғы 3-ші қатардағы 3-ші топқа бөлейік. 1-ші топ. Балалар, бағанан бері тапсырмамыз түсінікті болса, енді біз топтық жұмыс жасайық. Ол үшін біз топқа бөлініп алайық. Әмір, Тамирес, Аяру, Ералы, Бекмұхан, Мұхаммед, сендер 1-ші топ болып, алғашқы дыбысы кестедегі әріптерден басталатын санды білдіретін сөздерді тауып жазасыздар. 2-ші топ Амина, Балаби,
мына екінші қатарда отырған 4 оқушымыз тақтадағы сандарды жаңағы ондармен сәйкестендіріп жаңа сөз құрастырасыздар. Ал үшінші топ сіздер заттың саны нешінші қанша деген сұрақтарға жауап беретін сандарды